10-шы сынып. Дүние жүзі тарихы пәні. 3-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы өркениеттің дәстүрлі түрі, көшпелі және отырықшы егіншілік. Сабақтың мақсаты көшпелі және отырықшы өркениеттер ерекшеліктерін салыстыра отырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарына талдау жасау. Жетістік критерийлері. Көшпелі өркениеттің ерекшеліктерін біледі. Тапсырмалар орындау арқылы көшпелі және отырықшы егіншілікті салыстыра алады. Бір қатар ғалымдар дәстүрлі өркениет құрамындағы көшпелі өркениетті ерекше атап өтеді. 20-шы ғасырдың 60-шы, 70-шы жылдары бір қатар ғалымдар географиялық, экономикалық және өзге де факторлардың ықпалымен пайда болған көшпелілер өмірінің ақиқатын мойындады. Көшпелілер тарихи, географиялық ортаның ерекшеліктеріне бейімделіп, тек мал шаруашылығымен айналысуға мәжбүр болды. Мал басының өсуіне байланысты оларға ылғи да жаңа жайылым іздеуге тура келді. Осыдан келіп, көшпелі өмір салты қалыптасты. Көшпелілердің ерекшеліктері мен өзіндік салты туралы кезінде КСРО ғалымдары Радлов, Гумилев, Владимирцев негізгі пікір айтып кеткен. 20-шы ғасырдың ортасында көшпелілердің өміріне арналған қазақстандық тарихшылардың еңбектері жарыққа шыға бастады. Олардың арасында Земнов, Шахматов, Толыбеков, Кішкінбеков, Манасов секілді ғалымдардың еңбектері болды. Бұл ғалымдардың пікірінше көшпелілер таптық қоғамның алғашқы сатысына өз беттерімен жетті. Бұдан кейін олар дамуына отырықшы халықтардың ықпалы болды. Соңғы уақытта ежелгі және орта ғасырдағы көшпелілер белсенділігінің әлеуметтік құрылымның жетістіктері мен мәдениетінің жоғары деңгейі туралы пікірлер жиі айтылуда. Енді оқушылар, бүгінгі тақырып бойынша сіздермен тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма. Отырықшы және көшпелі шаруашылықты салыстыру. Вен диаграммасы арқылы салыстырамыз. Вен диаграммасының бір жақ бағытына отырықшы шаруашылықтың негізгі ерекшеліктерін жазамыз. Келесі бағытына көшпелі шаруашылықтың ерекшеліктерін жазамыз және ортасына ұқсастықтарын жазамыз екі шаруашылықтың.
Бұл тапсырманың дескрипторы оқушы, отырықшы және көшпелі өркениеттің арасындағы 3-4 айырмашылықтары мен ұқсастықтарын анықтайды. Шаруашылық қызмет пен өркениеттік даму арасындағы байланысты талдап, қорытынды жасайды. Тапсырманы орындаймыз. Дескрипторға назар аударамыз. Тапсырманы орындап болсақ, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Бізге келесі тапсырма номері 2-ші тапсырма. Жеке жұмыс тапсырмасы. Тапсырманы оқимын. Отырықшы және көшпелі өркениеттің әсері. А жауабы менің өмірімде. Б жауабы отбасымның өмірінде. В жауабы мемлекетімнің өмірінде қандай көрініс табады? Бұл тапсырманың дескрипторы. Оқушы белгілі бір нұсқаны таңдайды, яғни А, Б, В нұсқасы берілген, осы нұсқаның бірін таңдайды. Көшпелі және отырықшы өркениеттің жетістіктерін көрсете отырып, сұраққа жауап береді. Соңғы дескрипторымыз ойын қорытындылайды. Тапсырманы орындаймыз. Дескрипторға назар аударамыз. Тапсырманы орындап болсақ, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабаққа кері байланыс жасаймыз. Кері байланысты бүгінгі сабақта 3 бағытты кесте арқылы жасаймыз. Бірінші бағытында кестенің білдім, бүгінгі сабақ бойынша білгендеріңізді жазамыз. Кестенің екінші бағытында үйрендім. Яғни бүгінгі сабақ бойынша не үйренгеніміз туралы пікір қалдырамыз. Кестенің үшінші бағытында түсінбедім. Яғни бүгінгі сабақта түсінбеген жерлеріміз болса, жазып пікір қалдырамыз. Сабағымызды әрі қарай тапсырмасымен жалғастырамыз. Үйге тапсырма. Отырықшы және көшпелі өркениет туралы қосымша мәлімет жинау.